Баршаңызға қайырлы күн достар. Қазір сіздерге малинадан өте дәмді әрі өзінің дәрумендерін бойына сақтап тұратын керемет тосап әзірлейтін боламыз. Бұл тосаптың ерекшелігі қайнатылмай жасалынады. Алдымен бізге малина қажет болады. Бұл жерде менде 3 кг малина бар. Осының барлығын дерлік салқын суға бір ғана шайып шығамыз. Кей адамдар малинадан тосап жасайтын кезде малиналарды шаймай, жумай да жасай береді. Бірақ олай жасағаннан гөрі ағынды суға бір рет шайып алған дұрыс деп ойлаймын. Барлығын дерлік қатты жумай бір ғана шайып шықтым. Жуу барысында әрине малиналарымыз езілетін болады, бірақ ол ештеңе етпейді. Енді үстіне қантты қосатын боламыз. Мен 3 кг малинаның үстіне 3 кг қантты қостым. Енді қолымызға арнайы стерилденген қолғапты киіп, жақсылап араластырамыз. Барлығын біркелкетіп араластырып болғаннан кейін бөлме температурасына 5-6 сағат уақытқа қоя тұрамыз. Сол кезде біздің қантымыз еріп, тосабымыз кішкене сұйық бола бастайды. Достар, малинаны қайнатып жапқаннан гөрі осылай бір араластырып, құйып қойып морозилікке сақтайтын болсаңыздар, жемістің өзіне тән дәрумендері жойылмайды, өзінде сақталатын болады. Және қыстың күндері тұмауратып қалған кезде осы тосапты ашып шаймен ішетін болсаңыздар, сіздерге өз көмегін беретін болады. Барлығын ес болғаннан кейін 5-6 сағат уақытқа бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Әрине арасында әр жарты сағат сайын бетін ашып, осылайша қозғап тұру қажет. Сол кезде тосаптың ішіндегі қанты толығымен еріп шығады. Менің тосабым бөлме температурасында 6 сағат уақыт тұрды. Міне кішкене қанттары да жақсы ери бастаған. Бір араластырып жіберіп, арнайы ыдыстарымызға құя береміз. Біз тосабымызды осындай арнайы пластмасса баклажкаларға құятын боламыз, немесе бір рет пайдалануға арналған, яғни одноразовый ыдыстарға құйып, тоңазытқышта немесе морозильникте сақтасаңыздар да болады. Құйып болғаннан кейін баклажкалардың аузын жақсылап жауып аламыз. Менде 3 кг малинадан 4 литрден астам тосап шықты. Достар, сіздерге де дәл осы әдіспен жасап көруге кеңес беремін. Осылай жасайтын болсаңыздар өте дәмді әрі пайдалы тосаптардың бірі болып шығады. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Каналымдағы видео бөліміне өтсеңіз, түрлі варениелердің, компот, соктардың рецебін таба аласыздар.